деңгейді жалған бұзу, ложный пробой дейді. Бұл бойынша да сатып алу позициясын ашу үшін белгілі бір деңгей арқылы, тек қана деңгей арқылы жұмыс жасаймыз. Тек қана деңгей арқылы. Деңгейді жалған бұзу дейді. Жалған бұзу дегеніміз бұл жерде уже контртрендпен әсіресе көп келеді бұл. Мына жерден баға ашылады. Ашылғаннан кейін бұзатын сияқты болып тұрып, бірақ бұзбайды. Ары қарай жоғары long position ашылады. Мына жерден ашылады, buy болады, сатып аламыз. Значит, long позициясына кірдік біз. Осы жалған бұзу арқылы. Жалған бұзуды мынадан көреміз. Деңгейді бұзам деп тұрып, бірақ бұзбады жалған бұзу деген. Бұл long позициясын ашу үшін. Осындай жаңағы мысал арқылы келтіруге болады. Келе-келе мына жерден уже белгілі бір деңгейге келгенде уже sell, сатып жібереміз деген сияқты. Бұл жерде ешқандай процент қарыз деген жүрмейді. Өзіңіздің бар ақшаңызға сатып алып сатасыз. Жалған бұзу бойынша, long позицияға кіру бойынша. Келесі short позициясына кіру бойынша, ложный пробой, жалған бұзу бойынша. Бұл жерде мысалға деңгейден жұмыс жасаймыз. Акцияның бағасы мына жерден ашылуы мүмкін, жүрет, бұзамын деп ойлайды, бірақ бұзылмайды, жалған бұзу. Мына жерден уже short позициясы ашылады. Мына жерден sell болады, мына жерден buy, мысалға, мына жерден buy болады деген сияқты. Бұл уже short позициясына байланысты. Енді шортпен өзім жұмыс жасамасам да сіздерге көрсетіп кету керекпін, өйткені сіздер түсіну керексіздер рынокта, рынокты түсіну үшін шорт позицияны білу керексіздер. Бұл жерде ложный пробой, жалған бұзу байланысты мысал келтірілді. Келесі кезекте күрделі жалған бұзу бойынша. Күрделі жалған бұзу бойынша айтатын болса, тоже бұл жерде жалған бұзуға ұқсас, бірақ бұл жерде не болады? Деңгейден жұмыс жасаймыз, бірақ бұзғаннан кейін алдында көп уақыт жүру мүмкін. Ана айтқанымызда 2-3 бар жүру мүмкін. Содан кейін барып бұзу мүмкін. Жалған бұзу дейді бұл. Бұзбады, бірақ артқа қарай қайтадан кетті. Бұл жерде long position ашылады тағы да. Мына жерден сатып аламыз, немесе деңгейдің өзінен де сатып алуға болады. Жалпы сатып алу нүктеңіз осы жерлерде болады. Осы жерлерде болады. Бұл бізде сатып алудың күрделі жалған бұзу бойынша айтылған мәселе. Сату позициясын ашу бойынша да, шорт позициясын бойынша да мысалға дәл сондай. Бірақ оның зеркальный керісінше түрі кетеді. Мысалға деңгеймен жұмыс жасаймыз. Так, не болып кетті. Деңгеймен жұмыс жасаймыз. Белгілі бір. Бұл жерде де тоже баға бұзамын деп ойлайды. Біраз уақыт жүру мүмкін. Сосын барып жаңағы төменге қарай кету мүмкін. Сложный ложный пробой. Күрделі бұзу, жалған бұзу деп айтатын. Бұл уже шорт позицияға. Тоже где-то осы аймақтарда сатып жібересіз, мысалға. Прямо деңгейдің өзінен де сатып жіберуге болады. Кішкене 3-4 цент люфтімен алып сатып жіберуге де болады. Мінекей осы сату деңгейі. Бұл шорт позициясы байланысты.